Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, қайта қауыштық, мен Гүлназ дәрігер. Бүгін біз өте қызықты және көп адам білмейтін тақырып туралы сөйлесеміз. Тестостерон әйелдерде. Көп әйел мынай ойлайды: тестостерон еркектердің гормоны, маған қатысы жоқ. Жоқ, қымбаттым, тестостерон сіздің гормоныңызда. Және ол сіздің өмірімізге еркектерден де маңыздырақ болуы мүмкін деп айтсам, сенесіз бе? Бүгін мен сізге мынаны айтамын. Тестостерон әйелдерде қайда бөлінеді? Ол не үшін керек? Барлық қызметтері. Деңгейі қашан төмендейді, қашан жоғарылайды? Төмен болса не болады? Жоғары болса не болады? Анализді қалай тапсыру керек? Және не істеу керек? Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен тестостерон әйелдерде бар ма? Иә, бар. Міндетті түрде бар. Тестостерон тек еркектердің гормоны емес. Ол андрогендер тобына жатады. Әйелдерде де бөлінеді. Екі жерден бөлінеді. Аналық бездерден және бүйрек үсті бездерінен. Аз мөлшерде, бірақ бөлінеді. Және сол аз мөлшер өте маңызды. Қанша болуы керек? Еркектерде тестостерон деңгейі 300-ден 1000-ға дейін нанограмм дециметрде болады. Әйелдерде 15-тен 70-ге дейін нанограмм дециметрде. Яғни еркектерден 10-20 есе аз. Бірақ аз болса да ол жоқ болмауы керек. Тестостерон әйелдерде не үшін керек? Мынасы ең маңызды бөлім. Барлығын мұқият тыңдаңыздар. Бірінші либидо, яғни жыныстық ынталану. Бұны ешкім айтпайды, бірақ мен дәрігер ретінде айтамын. Әйелдердің жыныстық ынталануын негізінен тестостерон реттейді. Эстроген емес, тестостерон. Тестостерон деңгейі төмендесе, жыныстық ынталану азаяды, немесе мүлдем жоғалады. Бұл гормондық мәселе, мінез емес. Жұбайыңызды жақсы көрмейсіз деген сөз емес, жай ғана гормон жетіспейді. Екінші, бұлшық ет және күш. Тестостерон бұлшық еттінің сақтауға қатысады. Тестостерон жеткіліксіз болса, бұлшық ет азаяды, дене әлсірейді, шашағыштық артады. Спорт жасайсыз, бірақ нәтиже болмайды. Мүмкін тестостерон деңгейін тексеру керек шығар. Үшінші, сүйек тығыздығы. Тестостерон сүйекті нығайтады. Эстроген ғана емес, тестостерон да. Тестостерон жеткіліксіз болса, остеопороз қауіп артады. Сүйек сынуы болмай болады. Төртінші, энергия және мотивация. Тестостерон деңгейі жоғары болса, энергия мол, мотивация күшті, өмірге деген ынта бар. Төмен болса, шаршағыштық, апатия, еш нәрсе жасағым келмейді сезімі. Бесінші, когнитивтік қызмет. Зерттеулер бойынша тестостерон есте сақтауға, зейін аударуға, ойлау жылдамдығына да әсер етеді. Тестостерон төмен болса, мидың тұманы сезімі болуы мүмкін, ойлау баяулайды. Алтыншы, кеуіп мен шаш. Тестостерон тері мен шашқа да әсер етеді. Бірақ мынасы қызық. Тестостерон тым жоғары болса, безеу шығады. Шаш майлы болады. Кейде шаш түсуі болады. Тым төмен болса, тері құрғайды, шаш жұқарады. Жетінші, көңіл-күй. Тестостерон деңгейі көңіл-күймен тікелей байланысты. Жеткіліксіз болса, депрессия, мазасыздық, эмоциялық тұрақсыздық. Нормада болса, тұрақты, жайлы көңіл-күй. Енді тестостерон деңгейі қашан өзгереді? Бірнеше себеп бар. Тестостерон төмендейтін жағдайлар. Бірінші, жас. Тестостерон деңгейі 30 жастан кейін біртіндеп төмендейді. Климакс кезінде күрт төмендейді. Аналық бездер жұмысын тоқтатқанда тестостерон да азаяды. Екінші, аналық бездерді алып тастау операциясы. Хирургиялық менопауза деп аталады. Екі аналық безде алынса, тестостерон күрт бірден төмендейді, өте қатты сезіледі. Үшінші, стресс. Созылмалы стресс кортизол деген гормонды арттырады. Кортизол жоғары болса, тестостерон төмендейді. Сондықтан өте стресстік өмір жыныстық ынталануды сөндіреді. Төртінші, кейбір дәрілер. Гормональды контрацепция, кейбір антидепрессанттар тестостеронды төмендетуі мүмкін. Бесінші, аз ұйқы. Тестостерон ұйқы кезінде бөлінеді. 7-8 сағаттан аз ұйықтасаңыз, тестостерон жеткіліксіз бөлінеді. Алтыншы, артық салмақ. Май тіні эстрогенге айналдырады тестостеронды. Артық салмақ болса, тестостерон азаяды. Тестостерон жоғарылайтын жағдайлар. Бірінші, СПКЯ, яғни поликистоз аналық без синдромы. СПКЯ-да аналық бездер тым көп тестостерон бөледі. Сондықтан СПКЯ белгілері безеу, шаш түсуі, артық өсуі барлығы тестостеронның артық болуынан. Екінші, бүйрек үсті безінің аурулары. Кейбір ісіктер немесе гиперплазия тестостерон артық бөлінуіне себеп болады.
Үшінші, инсулин резистенттілігі. Инсулин деңгейі жоғары болса, аналық бездер тестостерон бөлуін арттырады. Сондықтан қант диабеті алдындағы кезеңде де тестостерон жоғарылауы мүмкін. Тестостерон төмен болса, қандай белгілер болады? Жыныстық ынталану жоғалады, немесе айтарлықтай азаяды. Шаршағыштық, тыңдап та болмайды. Дене шынықтырғанда нәтиже болмайды. Депрессия немесе апатия сезімі. Сүйек ауруы. Тері құрғайды, зейін азаяды, ұйқы бұзылады. Тестостерон жоғары болса, қандай белгілер болады? Бет пен денеде артық түк өсуі, мұртша, иек, кеуде, іш. Медицинада бұл гирсутизм деп аталады. Шаш майлы болады. Бет пен арқада безеу шығады. Бас шашы түседі, шекелерден, шаш желкесінен. Дауыс өзгеруі мүмкін, сәл қарныңқыланады. Клитор ұлғаюы, ауыр жағдайларда. Етеккір бұзылыстары, кешігу, тоқтап қалу. Анализді қалай тапсыру керек? Қан анализі, тамырдан алынады. Таңертең аш қарынға тапсыру керек, сағат 8:10-да. Себебі тестостерон таңертең максималды деңгейде болады. Цикл бойынша қашан тапсыру керек? 7-13 күндерде тапсыру дұрыс деп саналады. Сонымен қатар дәрігер жалпы гормональды панельді тағайындауы мүмкін. ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, ДГИ-асы. Себебі тестостерон жеке дара жұмыс жасамайды. Барлық гормондармен бірге бағалану керек. Тестостерон төмен болса не істейміз? Бірінші, өмір салтын өзгерту, ұйқыны реттеу, 7-8 сағат, стрессті азайту, дұрыс тамақтану, мырыш, Д витамині, омега-3 тестостеронды қолдайды. Жаттығу жасау. Әсіресе күш жаттығулары тестостеронды жоғарылатады. Артық салмақты жою, алкоголь мен темекіден бас тарту. Екінші, дәрігер тағайындайтын ем, тестостерон терапиясы. Крем немесе гель түрінде тері арқылы жағылады. Кейде инъекция. Бірақ бұл тек дәрігер тағайындауымен. Өзіңіз дәріханадан алып пайдаланбаңыздар. Себебі доза бұрыс болса, тестостерон артып кетеді. Ал бұл СПКЯ белгілерін тудырады. Тестостерон жоғары болса не істейміз? Алдымен себебін анықтау керек. СПКЯ ма, бүйрек үсті безі ма, басқа ма? Себепке қарай ем жасалады. СПКЯ болса, гормональды контрацепция немесе метформин тағайындалады. Бүйрек үсті безі себебінен болса, эндокринологпен бірге жұмыс жасалады. Жалпы маңызды кеңес: шаршасаңыз, жыныстық ынталануыңыз азайса, безеу шықса, шашыңыз түссе, дереу депрессия немесе жас өтіп жатыр деп қоймаңыздар. Алдымен гормондарды тексерттіріңіздер. Бір қан анализі өте көп нәрсені анықтайды. Және нәтижені гинекологпен немесе эндокринологпен бірге қарастырыңыздар. Осы видео сізде пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментарийде жазыңыздар, тестостерон туралы сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Барлық комментарийлерді оқимын және жауап беремін. Ана апаларыңызға, әпкелеріңізге, қыздарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Гормондар туралы білу денсаулықты сақтаудың бастамасы. Келесі видеода СПКЯ туралы толықтай айтамын. Поликистоз аналық без синдромы. Өте маңызды тақырып, өйткені СПКЯ бар әйелдердің көпшілігі жылдар бойы дұрыс диагноз ала алмай жүреді. Сонда кездескенше аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ дәрігер, қайта кездескенше.